Ассалаумағалейкум әлеумет, арма қазақ елі. Қазақтың намысын таптатпай, Қытайдың зұлымдығына және экспансиясына қарсы екенін білдіре отырып, мен Марғұлан Нұрданғазыұлы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде ел тәуелсіздігі мен халықтың қауіпсіздігі үшін алаңдаушылығымды білдіріп, сіздерге Қытайда жапа шеккен Жанат Жеңістің тағдыры және Қытайдың бізге жасап отырған экспансиялық саясатына байланысты наразылығымды айтпақшымын. Жанат Жеңіс Қытай Халық Республикасындағы жекеменшік жерінің шаруасы үшін сол жаққа барған Қазақстан азаматы. Бірақ ол кісі сол жерде адам шошырлық қылмыстың құрбаны болды. Қытай полициясы оны заңсыз ұстап, тағамына у қосып улаған. Жанат уланған сезген бойда отбасына видео арқылы хабарласып, көмек сұраған. Дәл сол сәтті анасы видеоға түсіріп алған. Оған у берілген жайлы нақты видео дәлелді Атажұрт Қазақ Human Rights ұйымы жария етті. Мен мұны көре тұра үнсіз қала алмадым. Ол кісінің жапа шеккеніне қарамай, Қытай полициясы оны дереу тұтқындап түрмеге қамап, ол жерде Жанатты тағылықпен ұрып соғып азаптап өлтіруге шақ қалған. Ертесі күні ғана халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымының қысымынан тіксінген Қытай билігі оны амалсыз Қазақстанға қайтарған. Қазақстанға оралған соңда қорқытулар тоқтамаған. Ол кісі шекарадан өте сала Назайсан қаласында алдынан қазақстандық қытайшылдар шығып, қоқан-лоққы көрсеткен. Бұл не сұмдық ағай? Қазақтың азаматын жат жерде азаптап қинау бұлап, енді елге келгеннен кейін де ауыз аштырмау, бұл ашық геноцид, ашық саяси қысым. Менің Қазақстан билігіне наразылық үндеуім, талабым келесідей. Қытай билігінен ресми түрде жауап талап етіп, Жанат Жеңіске жасалған қылмысты ашық тергеуді және кінәлілерді жазалауды сұраймын. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеруі тиіс. Қазақстан азаматтарының қауіпсіздігі мен құқығы мемлекеттің басты міндеті екенін ұмытпасын. Қытайдың Қазақстанға бағытталған экспансиялық саясатына қарсымын. Біз өз жерімізге, өз елімізге иеміз. Қазақтың тәуелсіздігі саудаға салынатын зат емес. Және тағы бір айта кететін, Қытаймен визасы режимге қарсымын. Бұл ұлттық қауіпсіздігімізге төнген қатер, үлкен қатер. Қазақ жеріне табғаштың толқын лап берсе, ертең ұрпақтың тағдыры не болмақ? Қазақстанда қытайшыл агенттердің, Қытай мүддесін қорғайтын күштердің әрекеттерін тергеу керек. Қазақ жерінде отырып, қандастарымызға қысым көрсеткендерді кім екенін анықтау қажет. Уай, елім, жұртым деген бауырлар, намысты болайық. Бүгін біз үнсіз қалсақ, ертең әрқайсымыздың басымызға осындай қауіп төнеді. Біз Қытайдың езгісіне қарсы тұруымыз керек. Жанат Жеңіске әділдік талап етем. Қытай билігі жауап берсін. Қазақстандағы қытайшыл агенттер жазалансын. Ұлт үшін, жер үшін, әділет үшін бір болайық қазағым. Ұлтын сүйген әр қазақтан Жанат бауырымыздың құқығын қорғап видео үндеу жіберулеріңізді сұраймын. Дәл осылай. Рахмет.